Қазақстан Көкшетау арнасының тілшілері облыс орталығындағы айып алаңдарының қызмет туралы айтқан болатын. Заң бойынша көлігінің қоршаудың арғы жағында қаңтарылып тұрған үшін жүргізуші ақы төлеуге тиіс емес. Алайда аталмыш кәсіпорын жылдар бойы жағасы жайлау қалпы қызмет істеп келген. Жақында біз осы тақырыпқа қайта айналып соқтық. Сөз тізгінін әріптесім Достық Талғатұлы алады. Достық, көлік қамалатын айып тұрағының жайы не болды сонымен? Рахмет, Ердәулет. Үстіміздегі жылдың 1 наурызынан бастап айып автотұрағы ресми түрде жабылды. Ал онда қалған көліктердің сақтығына кімнің жауапты екені әзірге белгісіз. Толығырақ бейнебаянда тарқатып айтам. 2006 жылдан бері жол апаты салдарынан немесе басқа да түрлі себептермен бұл автотұраққа қойылған көлік қожайындарынан темір тұлпарларының сақтығы үшін ақша талап етіліп келген. Оның бағасын көптің қалтасы көтере бермейді. Бір тәулік тұрған жеңіл көліктер үшін 1015 теңге, ал жүк көліктер үшін 2030 теңге алынатын. Ал көліктер мұнда бір күн емес, бірнеше күн, кей жағдайда айлап тіпті жылдап тұрады. Тазалық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны басшылығының айтуынша, олар айып тұрақтан түскен қаражатты темір тұлпарлардың күзетіне жұмсаған. Айып автотұрағының заңды атауы арнайы автотұрақ. Осыған да байланысты заң бойынша көліктерін қайтарам деген жүргізушілерден ақша талап етілмеуі шарт. Бір ай ішінде мұнда 100-ге тарта көлік қамалатын еді. Көкшетау қаласында айыппұл автотұрағына бір ай сайын кемінде 100 машина апарылады. Автокөлікпен мас күйінде жүріп ұсталынған үшін, құжаттары болмаған үшін және жол көлік апатына ұшырап ұсталынған үшін сол үшін апарылады. Моя машина стоит на штрафстоянке уже 4 дня. Менің көлігім айып тұрағында 4 күн тұр. Тіркеу құжаттарым Астана қаласында қалғандықтан, яғни қолымда болмағандықтан осы жайт орын алып отыр. Автотұрақта тұрған үшін тәулігіне 1015 теңге төлеуім керек. Ал менің көлігім ол жерде 4 тәулік тұр. Айып автотұраққа қатысы толып жатқан басқа да түйткілдер жөнінде біз өткен хабарларда бірнеше мәрте айтқан едік. Оған түрткі болған Көкшетау қалалық прокуратурасының қала әкімшілігіне жолдаған ұсынымы. Нәтиже жоқ емес. Наурыздың 1-нен бастап Тазалық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны жанындағы айып тұрақ жабылды. 20 ақпан мен 1 наурыз аралығында көліктері айып тұраққа қойылған қожайындары темір тұлпарларын алып кетуі тиіс болатын. Себебі көктемнің алғашқы күнінен бастап мұндағы күзет те тоқтатылды. Автокөлікті алып кету жөнінде біз газет арқылы ақпаратқа хабарлама бердік. Ақпанның 23-нен наурыздың 1-не дейін осы көліктің иелері алып кетсін деп мәселелерін. Наурыздың 1-нен кейін алынбаған автокөліктердің иелерінің машиналарын біз қалалық ГАИ-ға тапсырамыз. Ар жағы күзет жағын сол городской ГАИ шешеді. Қалай күзетіліп, қалай қоятын. Біз өзімізден оны мойнымыздан аламыз, түсіреміз. Біз қалалық жол полициясының басшылығына осы сауалмен барған едік. Алайда олар аң-таң, ондағы көліктердің қауіпсіздігіне біз жауап бермейміз дейді жол сақшылары. За хранение, вот как бы, кто будет отвечать с 1 марта? Это тоже вопросы ГКП, к руководству ГКП Тазалык. Потому что ГКП Тазалык — это подразделение акимата города. То есть за сохранность пока... За сохранность еще это вопрос нерешенный. Кто будет уже отвечать за сохранность задержанных транспортных средств? Жол полициясының қызметкерлері жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілердің көліктерін 1 наурыздан бастап айып тұраққа апаруды тоқтатты. Мұндай көліктердің қайда тоғытылары әлі белгісіз. Ол мәселе әзірге шешілу үстінде. Қалалық әкімшілікке барып мән-жайды сұраған едік. Бұл жерде де әлі нақты шешімнің жоқ екенін айтты. 1 наурызға дейін айып тұрақ алаңынан алынбаған темір тұлпарлардың тағдыры не болары беймәлім қалуда. На сегодняшний день, согласно протоколу, Арнайы автотұрақ өз жұмысын тоқтатқанымен ол жерде көліктер басқа орынға көшірілмейді. Яғни Тазалық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны аумағында қалады. Ондағы көліктердің сақтығына ешкім жауап бермейді. Көктемнің алғашқы күнінен бастап арнайы автотұрақтағы күзет өз жұмысын тоқтатып, қожайындарын күткен көліктер қараусыз қалмақ. Олардың ендігі сақтығына ешбір мекеме жауап бермейміз дейді. Көлік саймандары мен қосалқы бөлшектері ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпесе болғаны. Бір қызығы, арнайы автотұрақтың дәл жанында жекеменшік автобөлшектеу бекеті орналасқан. Достық Талғатұлы, Данияр Омаров, Виктор Полянный, Василий Вережников, Апта.